Мексикадағы бұл қорқынышты аралға әйгілі Сачимилко каналы арқылы қайықпен жүзіп баруға болады. Бұл арал қорқынышты кино түсіруге өте қолайлы жер. Себебі бұл аралдағы әрбірі ағаштың түбінде өртенген, сынған, үзілген қуыршақтардың қалдықтары ілінген. Бұл аралдың қорқынышты болғандығы соншалық, тіпті оны әлемдегі ең үрейлі 10 жердің қатарына кіргізген. Ал қуыршақтар қайдан пайда болған деп ойлайсыз ба? Аңыз бойынша, сол жердегі каналға бұрындары бір қыз батып өлген. Және соның денесін тапқан Джулиан Баррера деген жігіт қыздың өлген жерінен қуыршақтар тауып отырған. Қыздың аруағы қуыршақтармен ойнағысы келеді деп ойлаған Баррера алдағы 50 жыл бойы сол аралға қуыршақтарды әкеп отырған. Бір қызығы, кейін Баррераның өзі баяғыда қыз өлген жерде суға кетіп қайтыс болыпты. Сол жердегілердің айтуы бойынша Баррераны суға өзінің қуыршақтары батырған екен.